Адам баласы әрбір сәтте жарқын жүзбен жадырап өмір сүру керек деп ойлаған ниетпен көтеріңкі көңіл күйде жүремін. Аға, енді мынау кітапхана жұмысы туралы айтып беріңізші бізге. Жалпы біздің Шымкент қаласындағы арнайы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана сонау 1969 жылдан бастап зағип және көзі нашар көретін жандарға қызмет етіп келе жатыр. Яғни 60 жылға жуық деп айтсақ болатын шығар, еңбек етіп келе жатқан кітапхана. Біздің кітапханамыздың жан-жақты айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Мен енді сол жерде 2015 жылы кітапханаға қызметке кірдім. Бұлайша айтқанда, енді несімен ерекше, өзі көзі көрмейтін азаматтар, нашар көретін азаматтар үйде отырып, тағдырдың тауқыметімен туа бітті немесе нашар көріп қалыптасқаннан кейін олар ортаға бейімделгісі келеді. Және бейімделу жолында үлкен жұмыстарды жасап жатқан бірден бір мекеме деп айтар едім. Түрлі әдеби байқаулар өткізіп, түрлі шаралар өткізіп, зиялы қауым өкілдерімен, ақын жазушылармен, қоғам қайраткерлерімен кездесіп, қана қоймай олардың білім алуына үлкен мүмкіндіктер жасайды. Себебі бізде кітапханамызда кездесу кештерінен бөлек арнайы мамандар бар. Тифлологияның бөлімінде өзім жұмыс жасаймын. Соның ішінде тифлопедагогымыз бар. Көзі көрмей қалған азамат кітап оқығысы келсе, саусақпен сипап сезу арқылы Braille жүйесіндегі әліпбиді үйрететін маман. Соны үйрену арқылы өзінің болашақ өмірін жарқын ете түседі. Одан бөлек біздің кітапханамызда көзі көрмейтін адам енді бәлкім барлығы саусақпен сипап сезе беруі мүмкін емес. Сол жағдайда дыбыс жазу бөлімі, яғни студиямыз бар. Түрлі қазақ әдебиеті, шетел әдебиетінің қажетті кітаптардың барлығын біз аудио дейміз ғой, аудио нұсқада дыбыстап дискіге көшіріп, CD дискілерге көшіріп, жаңағы оқырмандарға тыңдауға ыңғайлы қылып жасап жатамыз.